Жақсы хабар, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Елімізде 180 мыңнан астам адам зейнет жасына толса да, зейнетақы қорынан өздеріне тиесілі төлемдерді алмаған. Әрқайсысының зейнетақы жинақтары бар, бірақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төлем үшін жүгінбеген. Аталған қор жыл сайын азаматтарға арналған үкімет корпорациясымен бірлесіп, осындай зейнеткерлерді анықтау бойынша тексеру жүргізеді. Сәуір айында оларға қызмет көрсетуге келісім алу үшін SMS хабарламалар жіберілген. Бірақ зейнеткерлердің телефон номерлері мобильді азаматтар базасында тіркелмеген болып шықты. Сондай-ақ, 57 мыңнан астам адам елімізден басқа жақта тұрақты тұруға көшіп кеткен. Сондықтан мемлекеттік корпорациядан төлем алмайтыны анықталды. Зейнетақы тағайындау үшін азаматтарға тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік корпорацияның бөлімшелеріне уақытылы хабарласуы тиіс. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.